Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін геологтар күні. Алуан түрлі тастары бар тауларды, дархан даланы жақсы көрген, қазақ ғылымына өлшеусіз үлес қосқан, Қазақстанның геологтарының ғылыми мектебінің негізін қалаған, геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылыми академиясының ұйымдастырушыларының бірі әрі тұңғыш президенті, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев туралы демек 7-ші мектеп болғаннан кейін тың 7 дерекке тоқталатын боламын. Қаныш Имантайұлының алғашқы қазақ мектептеріне арналып ана тілінде жазылған алгебра оқулығының авторы. Алғашқы ғылыми еңбегіне жататын оқулық қолжазбасының көлемі 1642 беттен тұрған. 1947 жылғы наурызда Қаныш Сәтбаев КСРО жоғары советінің делегациясы құрамында Англияға барған. Сапар барысында қазақ ғалымын алғаш көрген Ұлыбританияның әйгілі саясаткері Уинстон Черчилль зор денелі Қаныш ағаға тесіле қарап тұрып, «Қазақтардың бәрі сіздей алып па?» деп сұраса керек. Сонда Қанекең, «О не дегеніңіз, Черчилль мырза? Олай емес, мен қазақтардың ішінде ең кішкентайымын. Халқым менен де биік» деп жауап беріпті. Қаныш Сәтбаев қазақ археологиясының бәйтерегі Әлкей Марғұланды қуғын-сүргін азабынан құтқарып, Алматыдағы КСРО ғылым академиясының филиалына жұмысқа алады. Сондай-ақ Сәтбаев оған археологиямен айналысуға да кеңес берген екен. Қазақтың тау тұлғалы алыптары Қаныш Сәтбаев пен Мұхтар Әуезов дос болған. Ұлы жазушы мен ұлы ғалым Семейдегі семинарияда бірге оқыған. Қаныш Имантайұлының көзін көрген Сіләмхан ақсақалдың айтуы бойынша, екеуі бір жатақханада, бір пәтерде тұрған. Жастайынан бірін-бірі тап басып таныған қос таланттың арасындағы адал достық соңғы сәтке дейін жалғасын тапқан екен. Қаныш Имантайұлы домбыра мен гитарада тамаша ойнаған екен. Қазақ және украин әндерін тыңдағанды ұнатқан. Қаныш Сәтбаевтың орындауындағы әуендерді тұңғыш рет тыңдаған белгілі музыка танушы Александр Затаевич Қаныштың орындауындағы 25 қазақ әнді жазып алған. Мәскеудің тапсырмасы бойынша Қазақстанның жер асты қазба байлығының картасын жасаған кезде Қаныш Сәтбаев 4-5 ірі кенішті картаға енгізбейді. Бұл қалай деген орыс ғалымдарына ондағы рудалар өте тереңде жатыр. Қаржыны да, техниканы да көп қажет етеді. Сондықтан бұл жерді картаға кіргізуге әлі ерте дейді. Ал өзімен сырлас, сыртқа сыр шашпайтын достары Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұланға әдейі жасырып алып қалдым. Кейінгі ұрпаққа да байлық керек шығар деген екен. Ұлыбританияның премьер-министрі Антони Иден Кеңес одағында Қаныш Сәтбаев сынды әлемдік тұлғаның туғандығы ғажап құбылыс деген екен. Нөмірі 7-ші жалпы білім беретін мектептің дайындайтын осындай маңызды, жеті, тың әрі қызықты дерек керек болса, демек 7 дерек қосулы болсын, құрметті көрермен. Келесі 7-де кездескенше сау, сәлематта болыңыздар.